Қайырлы күн, құрметті достар, қымбатты әріптестер. Бұл мұғалімдерге арналған қазақша контент подкаст Мінбер. Мен оның авторы және жүргізушісі Тоқтоқ Серікгүлмін. Күнделікті сабақ барысында қолданған белсенді әдіс тәсілдер, және ол тиімді ме, тиімсіз бе, немесе балаларды ойландыратын тапсырмаларды қалай құрастырамын, және мәтіндерді қайдан алғанмын, және ол тапсырмаларды орындау балаларға қаншалықты қиын болды, олар оны орындай алды ма, және балалардың тарапынан қандай инновациялық, креативті идеялар айтылды, мен осымен бөлісіп отыратын боламын. Африканы мекендейтін тайпаның ерекше бір салты бар екен. Егер тайпаластың бірі жаман қылық көрсетсе, бәрі жиналып құрылтай жасайды. 2 күн бойы сол жазалы адамның барлық жасаған жақсылығын еске алып, сол үшін алғыстарын білдіреді екен. Бұл тайпаның адамдары пенденің бәрі фәниге жақсы болып келеді дегенге сенеді екен. Адамның бәріне махаббат, бақыт, бейбітшілік, қауіпсіздік қажет. Бірақ дүниенің дүрмегіне түскен адамдар көп қателеседі, сүрінеді, құлайды. Мұндай қателікті әлгі тайпа көмекке мұқтаждық деп түсінеді екен. Бәрі бірігіп, сол сүрінген адамға қол ұшын созып, адами болмысына оралуына көмектеседі екен. Бұған дейін қандай жақсы адам болған есіне түсіреді екен. Бұл дағды кім-кімге де керек. Егер біреу саған біліп, білмей қиянат жасаса, оның жақсы мінезін, жасаған жақсылықтарын еске түсір. Шаман келсе, соның бәрін сол адамға айт. Оған өзінің жақсы екенін білу өте маңызды. Егер сізге бұл контент қызық болса, маған лайк басыңыз, жазылып қойыңыз, және сізді толғандырып жүрген мәселелер болса, сіз жауабын таба алмай жүрген сұрақтар болатын болса, подкаст Мінберге келіңіз, мен сіздерді күтемін. Кездескенше.